Кешер, Артикпен амандасып, Самсунгпен сәлемдесіп, Кейселмен көрісіп, Билаймен бөлісіп, балансына бағынып, ізіні сағынып, Сонимен салысып, LG-мен жабысып, паспортты папа деп, Моторола мама деп, Кейселмен күйсіп, Сименсі сүйісіп, Сази сұр деп, Nokia нұр деп, Кемобайл кір деп, Эриксінде енем деп, Эксеске елең деп, соткілерінде единісі толып тұрса толғып, маяқта таңғы кезін соқпасы медицаға соғалды қорқып. КВНнен қалмай жүретін, мұрындарынан ләмшік шыққанша күлетін қыздар және де олардың жүретін қыздары. Әрине мен өзгеге ұқсағым келмейді. Өйткені мен ауылда тұрам. Ал сіздер ше, астанада тұрасыздар. Біздің ауылда рағатта, рағат кешке таман шығасың, басына май сетушок, үстінде кубайка, аяқта гержедік, тамаққа дәңк тойып ағасың да. Кешке шығасың, балдар жиналып отыратын жер болады, оны әдемілеп петак деп қояды. Ол петак қай жерде жегізесіздер? Ол петак или столдың түбі болады, или біреудің қорасын арса болады, или басқа, именно отыратын жер таппай қойғанда тура мусордың қасына отырады. Сөйтіп әңгіме, алдың әңгімесі қандай болсын. Неғылым, ат саттың ба, неғылым, компания мақтан неғылым, неғылым деген кезде бір ыстық информация келеді. Астанадан Нұржанның құдашасы кепті дейді. Кетті. Тілің салақтап, давление 220, 3 күн тамақ істейді. Ол құдаша 76 жылғы ма, 69 жылғы ма, тұрмайды сені. Ол құдашамен сөйлесті деген саған ауылда авторитетті ол, солар басқа істегенмен. Сонымен қырдан есек арбамен жатақпен келе әрсің байынан. Бір жігіт келді, абай, құдаша шомылып жатыр дейді, бітті. Шомылуға өмір апармайтын нәрселерді апарасың сен. Машалка, зумный щетка, сабын, мамаң банный полотен, сынырбасыға дейген пакетті. Аяқта істеген жоқ, жалаң аяқ, өйткені ауылда ешкім тәріп шегемейді. Солай мынандай тікен кірмейді, сынып кете береді. Барасың аршын қасына. Ана құдаша шомылып жатыр енді. Тізеден келесің тұғыда. Деп шомылып жатыр. Енді жігіттер білетін. Кез келген жігіт қызға қырыңдау үшін бірінші өз-өзін көрсету керек. Сен құдашаға неңді көрсетерсің? Қырыңдауың керек. Тізеден келетін суға баспен қадау бар. Одан кейін қазір ауыл жылы өздеріңіз білесіздер. Ауыл жылында өткенде ауылға барып, ауылдың жағдайын біліп қайтайын деп. Барсам, құдай самазы жігіттер, атқа, шалдар, ешекке, кемпірлер белесе беткенмен болып жауып жүр. Не болып дедім, бәрін қолында бір-бір сотовый телефон дамып кеткен. Сөйтсем, ана ауылдың әкімі ауыл жылына бәрін бір-бір телефон подарок етті. Рахат дейді, жұмыс істемейді дейді. Датовы анау бесіктегі балдарға дейін құлағында сотовый телефон бар. Ана қой бағатылары бар ғой, қой бақпайды дейді. Рахат дейді. Ана қойдың басын бастап жүрген ешкілердің құлағына бір-бір сотовый телефон іліп қойған дейді. Қойлар өздері жайып келе береді дейді, Рахат. Қоймен сөйлесіп отыра береді дейді. Алло, ешкі? Мен ғой қарсасыңдар, Қаралатауда? Ана қара қошқар екен. Не дейді? Мына қорғалжың қошқарлар разбор кеткен дейді. Не айтып тұрсың? Біздің қошқарлар қайсында жүр? Свиданияға кеткен дейді. Өлдіреді жақсы сенді, қайсы свидания да? Не олар әжептен қой екен деп жүрсің, действительно мал екен ғой, Сөз соңында мына жастарға, студенттерге яғни айтатын бір жаңалығым бар. Сіздер жақын арада стипендия ала алмайсыздар. Өйткені бюджетте ақша жоқ. Шетелге сатылатын жетім балдар өтпей жатыр екен. Сол Құдай қаласа бір-екі өтіп кетсе, сол бюджетке ақша түссе береді дейді. Ал мен енді осыны істеп отқан ағаларға былай айтар едім. Қалтасын қаптан тігіп алған арқалы ағалар 10 мың, 15 мың долларға ит сатып алып, ит асырағанша қазақтың бір баласын асырап алсаңыздар болмас деп деймін.